Жоқ, террорист болмады демейміз. В этот Нур-Султан или как-то так. Алаңда ұсталғандардың есебінен толтыруға Хуй мочить будем. армысыздар замандастар. Ресми мәлімет бойынша 20 мың террорист. Жоқ, террорист болмады демейміз. Болған болу керек. Бірақ 20 мың емес. Террорист демекші. Мысалға, интернетте жайлап жүрген бурят снайпер. Восточная Сибирь. О, ничего. А ты что, в Казахстан собираешься? Бля, угадал, чисто угадал. Бляха. Что? Говорю, ты не бурят, кто ты по национальности? Я бурят. Да. А как тебя звать-то? Мага? Нұр-Сұлтан қаласына бара жатырмыз деді. Ни хрена, что, снайперов посылают сейчас? Да. А в какой город? В этот Нур-Султан или как-то так. Столица ебаная, короче. Блядь. Нұр-Сұлтан деген сөзді бурят түгелі біздің Қазақстанның біраз орыстарының өзі әрең жаттады ғой. Ол Нұр-Сұлтан қаласына келе жатырмын. В этот Нур-Султан или как-то так. Мочить будем казахов деді ма? Деді. Хуй мочить будем. Ал енді мысалға бұл кім? Қайдан шықты? О, мага, десантник. Нет, снайпера. Ни хрена, что, снайперов посылают сейчас? Да. Не мақсатпен келді? Кімді өлтірді? Өлтірген жоқ. Ішкі істер органдары бізге мәлімет берген жоқ. Смотри, что берем. У меня 10 этих. Нет, 10 сессий. 10 сессий. Я тут слышимость такая, ты ходишь, наверное, что уже собирают, все едешь, блядь. Да тут вообще все подразделения отправляют, которые боеспособны. А что именно от вас? Нахрена, блядь? Нас послали. Не до хрена ли? Ну, я не знаю. И, видимо, не так много. Смотри, уже Патрики выдали. Біздің министріміз ұмытып қалса немесе білмесе айта кетейін. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 180-ші баптың 1-ші бөлігінің 3-ші тармағы бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабарлар сотқа дейінгі тергеп тексеруді бастауға себепкер болып табылады. Аты жөні барлығы интернетте тұр. Іздеймін деген адам табады. Енді ол келді, атты. Қай мақсатпен келді? Кім әкелді? Біздің органдар тартты ма? Содырлар тартты ма? Мәлімет білмейміз ғой. Естіген жоқпыз ғой. Тергеу өтпеген деп айтуыңыз мүмкін, бірақ ол туралы атымен мүлдем үнсіздік ОДКБ әскерін шақыру үшін террорист деп және оның санын көбейтіп көрсету қажет болған шығар. Оны түсінеміз. Бірақ дәл қазіргі күні 20 мың террорист бар деп, сол 20 мың террористің орнын жазықсыз алаңда ұсталғандардың есебінен толтыруға жол бермеуіміз керек.